Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кабатулла қабырғаларын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Депутат Тұлғырхановтың тергеуінде ұлы әскери бөлімнен қашып кетті. Заңгер Анна Чернова мәжіліс депутаты Дәулет Тұрғыновтың ұлы Нұрасыл Болаттың әскери бөлімнен қашып кеткенін мәлім етті. Оған сол бөлім бастығының бақылауында болу бұлтартпау шарасы тағайындалған болатын. Чернованың айтуынша із суытқан жігіт кешеден бері табылмай жатыр. BMW-мен кетіп қалған көрген адамдар болса, оның тергеуде екенін ұмытып кеткенін айтыңыздар, деп жазды заңгер. Еске салайық, ақпан айында заңгер Анна Дмитриевич күйеуі Олег Чернов екеуін Дәулет Тұрғыновтың ұлы Нұрасыл соққыға жыққанын мәлімдеді. Көп ұзамай, оның үстінен Қазақстан Республикасы КК-ның 293 бабы бұзақылық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.